Бәріңе сәлем достар. Бүгін бізде мереке, яғни халықаралық балаларды қорғау күні. Осы мерекеге орай біз бүгін балаларға осы боямақтарды тарту ететін боламыз. Ол үшін не істеу қажет? Қазір біз балалардың Абай Құнанбайұлының шығармашылығы туралы қаншалықты білетіндерін бірге көрейік. Кеттік. Биыл 180 жыл. 1845 және 1904. Ибрагим. Қыз, жас, көз. Абай облысында, Семей қаласында. Қазақтың ұлы ақын және ағартушы. Қатысқаныңа көп рахмет, және де біз сыйлыққа Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына арналған Есек пен Бұлбұл атты боямақты сыйлыққа тартатын боламыз. Рахмет. Қазіргі таңда балалар тек қана оқумен шектеліп қана қоймай, өздерін әртүрлі салада дамытуда. Ән, би, күй, сурет, шахмат сияқты және де тағы да басқа спорттық жарыстарда өздерін жан-жақты дамытуда. Ойнадық, күлдік, боямақтарды балаларға тараттық, бізде мерекелік көңіл-күй осылай өтуде. Ал сіз мерекені қалай өткізесіз, пікірге қалдыра кетіңіз.